Сәлем қымбатты достар, бүгін сіздерге ғалам тарихындағы ғаламат тұлға Бен Франклин туралы сыр шертеміз. Кафеде де, газетте де Ғафекең деген сияқты әлемдік ғылым тарихында да, өнер тарихында да, тіпті саясат тарихында да Бен Франклин деген адамның аты жиі ұшырасады. Бір ғажабы, соншама өнер мен ғылым сол адамның бір басына жинақталып кеткен. Бенджамин Франклин атты бұл адам саясаткер, дипломат, ақштың тәуелсіздік декларациясы мен мемлекет заңнамасын жасауға қатысушы, ел жарғысын жасаушы ретінде ел есінде. Франклин әрі өнер тапқыш ғалым еді. Жылу энергиясы ғылымында қабырға пешке өзгерсеңіз, адамдар сол арқылы үйдегі 4-тен 3 бөлек энергияны үнемдей алатын болды. Ал жарық ғылымы жағында ол қарттар пайдаланатын қос фокусты көзілдірікті тапқырлады. Тербелмелі орындық пен жай түсуден сақтану құрылғысында осы адам ойлап тапқан. Ол тіпті көше шырақтарына өзгеріс енгізуші, күндіз киетін линен киімдерін жобалаушы ретінде де танымал. Әуелі ең алғаш суға малдау көзілдірігімен бақаяқты да ойлап тапқан осы адам делінеді. Ол ең алғаш тұмаудың себебін анықтап, гранулер фетулайзерді ойлап таушы. ақш тарихындағы бірінші оқымысты, бірінші философ, ақпарат тарату заңын жасаушы, алғаш рет нөсерлі дауылдың жылжу схемасын сызушы. Сонымен бірге оның құлыптасына баспагер Франклин деген анықтамада қоса жазылған. Франклиннің аса ұлы адам екені даусыз, кейінгі адамдарға ықпалы орасан зор болған. Сондықтан оның Франклиннің өмір баяны атты шығармасы ақштың тарихындағы күні бүгінге дейін қастерленетін маңызды байлыққа баланған, оқырманы ең көп баянаттардың бірі. Бұл кітапта Франклин өзінің табысқа жету тәжірибелері мен өміріндегі опық жеген тұстарды қалтқысыз өрнектей білген. Бүкіл өмірбаян өте қарапайым тілмен, артық желіксіз философиялық тұжырымдармен көмкере отырылып баяндалған. Кітап оқу мен үйрену жайлы. Франклин ешкімнің айтуынсыз бүкілдей өз еркімен құлшынатын бала болды. Кішкентай кезінен кітапқа құштар еді. Қолындағы барлық тиын-тебен кітап сатып алуға ғана жұмсайтын. Үнемі жаңа кітап алуға отбасылық әл-ауқаты жар бермегесін, ол амалдап ең арзан кітаптарды сатып алатын. Әрі оны көріп болған соң қайта сатып басқа кітаптар алатын. Кітапқа аңсар ауған бала Франклин 12 жасынан бастап өзінің ағасы құрған баспа зауытында жұмыс істей бастады. Бұл жұмысы оған кітапты тіпті де мол оқуға мүмкіндік жаратты. Осы күндерде Франклин The Pilgrim's Progress және Historical Collection Ravenhall сияқты әйгілі тарихи кітаптарды оқыды. Әрине, бұл ұлы кітаптардың әсері оның өмір бойғы қалған тұжырымдамаларының негізін қалады. 17 баланың сүт кенжесі болған жастайынан алғыр Франклин ағасының баспасында басылған барлық кітаптарды көріп болды, оқып болды. Оның басты бақыты баспагердің інісі болғандығында болса, ал тағы бір тамаша қасиеті оның кітапты аса талғампаздықпен тереңдетіп оқитын талғамында жатыр. Егер бала Франклин оқып жетілген кітаптарды сүтке теңесек, қазіргі біздің өспірімдердің қолындағы телефоннан көретін алуан түрлі медиалар бейне газды сусынмен бірдей еді. Баспа саласында істеу қолайлығына пайдаланып, ол ондағы көптеген шәкірттермен етене дос бола білді. Оларды үнемі іздеп барып, кітап сұрап алып, кеш бойы оқушы еді. Басқалардың байқап қоймау үшін алған кітабын таң сәріде әкеліп, кітап қорын қараушыға табыстайтын. Осылайша Франклин күндіз еңбек істеп, ал кеште түннің бір мезгіліне дейін кітап оқуды әдетке айналдырды. Осы бір болайын деп тұрған баланың бақытына жарай Мәттеу Әдім атты кітап саудагері жолықты. Бұл кітап саудагерінің сарайы қалған құнды кітаптарға толған еді. Ол бірден осы өспірімнің өсейін деп тұрған ықыласына тәнті болды. Сосын оны өз кітап қоймасына шақырып, оған өзі қалаған әрқандай кітапты тауып оқуына шарт жағдай жаратып берді. 15 жасар Франклиннің мына әдісіне қараңыз. Ол журналдан өзіне ұнаған мақаланы оқып болған соң, соны жауып қойып, өзі тікелей жазып шығады екен. Егер өзінің жазғанында жетерсіздік болса толықтайды, артықшылық болса қуанады. Ол осылайша өте көптеген мықты ғұлама жазушылардың жазу стилін дерліктей үйреніп алған деуге болады. Осыдан кейін Франклинге дүниенің жарқын беті жарқырап ашылғандай сезілді. Бүгін біз қаншама ғаламтордағы таусылмас қазынаның ішінде өмір сүріп жатқанымызбен, дәл сол кездегі Франклиндей
ғылым білімге беріле ғашық болмағанымыз белгілі. Ересектер қатарына қосылғаннан кейін де Франклин әр күнінің бірнеше сағаттық уақытын кітапқа арнаушы еді. Ол осылайша өзінің жоғары білім ала алмағандығының орнын толтырып шықты. Басқалар сияқты ойын мен қызыққа, көңіл ашуға Франклин аса зауқсыз еді. Шарапхана мен құмархананы жағалауды асқан уақыт ысырапшылдығы деп санайтын. Кейіндеп оның тұрмысы да тығырықтан құтылып, өмірі бай-баяшаттыққа беттей бастады. Бірақ Франклин және де өзінің қарапайым да орнықты тұрмыс ритмінен бір жаңылмады. Франклин әкесінің сонау бала кезінде айтқан Сүлейменнің сөздерін жадында берік сақтаған тұғын. Өз ісіне шебер, мәңгілік ізденімпаз жанды көргенсің бе? Ол қарапайым адамдардың емес, патшаның алдында тұрады. Сүлеймен сөздерінен. Сондықтан Франклин үшін ізденімпаздық табысқа жетудің бірден бір тәсілі болды. Франклин өзі баспахана құрады. Әрі кітап оқу клубын ұйымдастырады. Сол арқылы сол өңірдегі элитаға әсер ете бастайды. Кейіндеп тіпті ақш атынан Англияның отарлық заңдарын өзгерту туралы үлкен жиналыстарға қатынасады. Сондай бір жиналыстардың бірінде 4 сағат бойы Франклин жалғыз өзі 174 сұраққа жауап берген екен. Сол кезде алаңда болған куәгерлер парламентке жауап беріп тұрған Франклин бейне шәкіртке білім үйреткен ұстаз секілді өте шешен, өте ырық деді деп естелік жазады. Бір талантты сараптаушы Франклин өмір баянынан ең құнды 13 көркем ақылақты тауып шыққан. Ол бұл 13 ақылақты бүкіл өміріне әсер еткен ұлы бағдаршам деп бағалаған. Ендеше Франклиннің осы 13 ұстанымына қарап көрейік. Үнемдеу, асыра жемеу, ысырап етпеу, үнсіздік, пайдасыз сөз сөйлемеу, біреуді зияндағың келмесе, мағынасыз әңгіме айтпа ешкімге. Тәртіп, әр нәрсенің белгіленген орны болу, әрбір істің атқарылатын мезгілі болу, артық жүріс жүрмеу, дер кезінде бекім жасау, бекім жасаған соң міндетті түрде атқару, қарапайымдылық қажет екен деп маңызсыз нәрсеге шығындалмау, ысырап етпеу, еңбекті сүймектік, күн нұрын сүймектік, пайдалы істерді істеу, бекер қарап, қаперсіз жатпау, адалдық, еш адамды алдамау, тазалық һәм сенімділік, түзулік, еш адам пендесін залалдамау, өз жауапкершілігің шеңберінде істеуге тиісті барлық жақсылықты істеу, сабырлылық, ұшқарлыққа салынбау, басқаларға өшпенділік пен кек сақтамау, реттілік, тұрмыстан тартып киім-кешекке дейін, тыныштық, ұсақ істерге ұшқалақтанбау, болмас іске болаттай берік болу, нәпсіге асыра берілу дәрменсіздікке соқтырады. Басқалардың атақ абыройын төмендетем деп өз тыныштығыңды бұзба. Кішіпейілдік, өткен ғұламалардан үздіксіз үйрену. Франклин бір шағын дәптер жасады. Әр бетке 7 жолдан сызды. Егер өзінің жоғарыдағы ұстанымдарын орындай алмаған күн болса, сол күнге қызыл жазумен ескерту жазатын болды. Кейіндеп оның бұл дәптеріне ешқандай ескертпе түспеген күндер болған сайын ол іштей өз-өзіне разы болатын еді. Бұл ұстанымы кейін бүкіл адамзатқа үлгі боларын сезген болса керек. Ең алғаш лотерея билетін басып шығарушы да осы Франклин мырза. Ең алғаш электр атауларын қалыптастырып, оң заряд, теріс заряд дегендерді шығарғанда осы Франклин. Тіпті де ғажабы, Франклин осыншама ғылыми жаңалықтарды ашып қана қоймай, патент құқығын өтініш етпеген. Ол, егер менің тапқырлықтарым тіпті де көп адамдардың тұрмысын өзгертетін болса, одан асқан қандай бақыт бар деп қана есептеген. Франклиннің өмір баяны кітабы ақштың неше ұрпақ азаматтарына 200 жылдан астам уақыт әсер еткен сара ұстаным болды. Америкадағы алғашқы кітапханалар желісін құрып, тобырлық қоғамды элиталық, мәдениетті қоғамға қарай бастаған ұлы жетекшінің бірі. 1790 жылы осы бір ұлы адам дүниеден өткен кезде 20 000 адам оның жерлеу салтына қатынасады. Бүкіл қала бір ай бойы аза тұтады. Міне бұл әлі күнге ешқандай патшаға да көрсетілмеген ерекше халықтың ілтипаты, ықыласы еді. Ол осылайша қаншамалаған адамдардың тағдырын өзгертті. Бұл кітапты Американың рухы деп атағандар да болды. Мейлі қалай атаса да, бүгінгі күнде бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың жақсы көретініне, ең сүйікті қағазына айналған
доллардың бетіндегі бұл ұлы адамның өз өмірбаяны жазылған, өзіндік ұстанымдары жазылған еңбегі әрқашан құнын жоймайды, әрқашан ізденімпаз адамдарға бағыт бағдар сілтеп жарқырап тұра береді деп сенеміз. Бүгін сіздермен бөлісетін мазмұным осыншалық. Көңілдеріңізге толса, бұл жалғанымды достарыңызбен бөлісіңіз.